Құрметті әріптестер, қазіргі таңда кейбір балалар өмірдің мәнін түсінбейді. Сондықтан да сабақтарыңызды өмірмен тереңдей байланыстырып өткізсеңіздер қайтеді? Әрине, біз әр сабағымызды онсыз да өмірмен байланыстырып өткіземіз. Мен сізбен келісемін. Оқуға құштар мектеп жобасын іске асыру мақсатында қиындықтар кезіксе де жазма деген тақырыпта өз сыныбымда шара өткіздім. Дұрыс айтасыз. Мұғалімше айтсақ, мәңгі сен жазбаған сүренуге, қайта тұрып хақым бар жүгіруге деген келген ғой. Дұрыс айтасыз. Сіз қалай ойлайсыз, Абзал әріптес? Кейбір адамдар өмірінің мағынасы іздейді. Ал мәнді іздеу олардың өмірінің мәніне айналады. Әріптес-ау, сіз таза философия тұрғысынан сөйледіңіз бе? Философияны білмеймін. Поэзия тұрғысынан қарастырып көрейік. Иә. Дұрыс. Сөйтейік. Поэзия дейсіз, ендеше Мұқағали Мақатаевтың өмір деген өлең оқысақ қалай қарайсыздар? Көз қарасыңыз оң. Тани әріптес, сіз бастаңыз. Өмір деген ұлы сапары сынау, қиындықтар кезекте де жасымау. Өмір деген қарап жүрмейді сынау. Жұмыс жасау, жарияды асырау. Өмір деген міне солай жан бағу, әр қызықта таң санау да таң қалу. Өмір деген өкініш пен қуаныш, өмір деген алдау және алдану. Өмір деген өз өзіңді басқару, басқара алмай кейде шалқып мастану. Өмір деген баю, тою, шірену, өмір деген сен санап аш қалу. Өмір деген жалыну, өмір деген сақаттану сауығу. Өмір деген күнә жасағандан тауба деген заңдылыққа бағыну. Өмір деген жыл қарсалып жас қосу, танымайтын біреулермен достасу. Өмір деген бір адамды қарсы алып, бір адаммен мәңгілікке қоштасу. Ертеңгі күні елдің тұғырлы болуы жас ұрпаққа тікелей байланысты. Ендеше менің білім алушыларым өмірдің мәнін дәл осылай түсінуде.